Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай мастер-класстың тағы да бір салатын рецептін жасап көрдім. Заттар өте қарапайым және өте қолжетімді. Жасап көріңіздер. Әсіресе дастарханыңызға, ауызашарға қойсаңыздар, өте тиімді салаттардың бірі. Ал енді капустамызды тұздап алайық. Менде пекинский капуста және салатный лист. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Айсберг, қырыққабат. Ал енді шым-шым тұз қосып, 5 тамшыдай уксус қосып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Келесі бізде сәбізді маркапча өткізетін теркамыздан ұзынша қылып өткізіп аламыз. Келесі бізде тәтті болгарымызды ұзынша қылып турап аламыз, жіңішке қылып. Сіздер басқа да түстерін қолдансаңыздар болады. Менде қызыл түсін қолдандым. Кейін қиярымызды да дәл солай ұзынша қылып турап аламыз және ортасындағы жұмсақ етін алып тастаймыз. Бізге қиярдың қатты жерлері керек. Кейін көкпиязымызды дәл солай ұзынша қылып турап аламыз. Сарымсақты майдалап турап, сәбізіміздің ортасына қоямыз. Байқап тұрғандарыңыздай мен қалған қоспалардың барлығын шетіне орналастырып, тек сарымсақты ғана ортасына орналастырып жатырмын. Кейін ащы бұрышымызды да майдалап турап, дәл ортасына сарымсақтың қасына қоямыз. Ал енді татымына қарай тұз қосамыз, 1 шай қасық паприка қосамыз және қара бұрыш қоссаңыздар болады, егер ұнатып жатсаңыздар. Кейін ең соңынан қызып тұрған сұйық майымызды сол сарымсақтың үстінен құйып, шанышқымен араластырамыз. Біздің сәбізімізді қолмен мұжудың қажеті жоқ, ол өзі де жұмсақ болады. Ал енді жаңағы тоңазытқышқа салып қойған капустамызды жақсылап суынан сығып, барынша турап қоссаңыздар да болады, болмаса сол күйінде бүтін күйінде қоссаңыздар болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте тойымды, әрі тиімді жолы, ең қарапайым заттармен жасалады. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.